Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ерекше жұмсақ болып шығатын ракушки печеньесін дайындаймыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен оның үстіне аздап қана тұзды және бөлме температурасында тұрған маргаринді салып, осылай оның үстіне салып жақсылап тұрып езгілеуіміз керек. Тоқталғанға дейін араластыруымыз керек. Араластырып болғаннан кейін осы кезде біз жұмыртқаны сары уыз мен ақ уызынан бөліп аламыз. Яғни қамырымызға сары уыз жұмсайтын боламыз. 2 дана жұмыртқамызды алып, осылай ақ уыздан бөліп, сары уызын саламыз. Кейіннен үстіне қаймақты саламыз. Жақсылап қамырымызды илейміз енді. Қамырымызды илеп болғаннан кейін біраз тұндырып қоямыз 15 минутқа. Қамырымыздың уақыты өткеннен кейін оны осылай бөліктерге бөлетін боламыз. Дәл видеодағыдай бөліктерге бөліңіздер. Тым үлкен емес, тым кішкентай емес. Осылай әрқайсысын бөліктерге бөліп шығып, дөңгелетіп шығамыз. Міне осымен дайын. Енді осы әр дөңгелегімізді оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Осы кезде біз бөлініп алған ақуыздың үстіне қантымызды салып, ақуызды жақсылап тұрып миксерлеуіміз қажет. Яғни бұл жерде қантымыз еруі керек міндетті түрде. Міне осымен дайын. Осы кезде қамырымызды алып, әрқайсысын жеке-жеке осылай домалақтап жайып шығамыз. Шетіне қарай осылай меренгамызды салып, аздап қана үстіне грек жаңғағын салып, дәл видеодай түйіп шығасыздар. Және шетін осылай шанышқын көмегімен узор береміз. Тағы да бір рет көрсетейін. Дәл осылай дөңгелеп жайылған қамырға үстіне меренгамызды салып, орехымызды салып, яғни грек жаңғағын салып, осылай түйіп, шанышқын көмегімен басып шығамыз. Міне осымен ракушкаларымыз дайын. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аласыздар. Ең соң дайын болғаннан кейін бетіне сахарный пудраны себеміз. Өте керемет печенье болып шығады. Видео ұнаған болса арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.